Балалар, біз әр адамның денесі мен жаны бар екенін білеміз де. Денемізді біздер жақсы құнарлы тамақтармен қоректендіреміз. Ал біз жанымызды қалай толтырамыз балалар? Балалар дүниеге келген кезде адамына бос тостаған сияқты бос болады. Осы тостағанда біз жанымыз дегенді істетсек, осыны біздер жақсы істерімізбен, жақсы сөздерімізбен толықтыруымыз керек. Бізді толтырайық осыны. Жақсы сөздермен толтырайық. Мейірімді, қамқорлық, махаббат, өтірік қайтпау, түсіністік, жаманшылық айтпау, өтірік айтпау. Дұрыс балалар. Осындай көптеген жақсы сөздер бар. Енді осы тостағанда мен әділдік, адалдық деген сөздермен толықтырғым келіп тұр. Әділ болу өте маңызды. Мысалға, сендер дүкендерге барасыңдар ма? Иә. Ал осы дүкенге неге барамыз? Керек зат алу үшін, дұрыс айтасыңдар. Ал осы дүкеннен біз ақшасыз аламыз ба? Ақшаны төлеп алу керек. Дұрыс айтасыңдар, ақшасын төлеп алуымыз керек. Назарларыңды мына адалдық дүкеніне аударыңдаршы балалар. Бұл дүкеннің ерекшелігі, онда ашылған дүкенші жоқ. Онда біздің адалдығымыз, әділдігіміз сыналады балалар. Осы дүкеннен өзіміздің керегімізді ала қояйық. Аягөз. Мен жуалы. Мен тоғырам. Рисна. Мен лимон алам. Мансур. Мен пицца алам. Ақшасын төледім. Сұлтан. Osman. Мен құшқан алдым. 5 теңгені саған төледім. Bir mandarin aldım. Üstünü saldım. Өте жақсы балаларда, барлығымызда бұл адалдық дүкеніне әділ түрде, адал түрде өзіміздің саудамызды жасадық балаларда. Бүгінгі күні ең адал кім екенбіз? Соны қазір қарайық. Ең адал кім екенін. Ең адал кім екен? Аягөз. Ең адал Нариман. Ең адал кім екен? Нұрислам. Ең адал Мансур. Ең адал кім екен? Мәлік. Ең адал Осман екен. Ең адал Айсұлтан екен. Өте жақсы балалар. Барлығымызда бүгін әділ сауда жасадық. Бүгінгі ойынымыз ұнады ма балалар? Иә. Қалай ұнады сендерге?